Түймедақтың денсаулыққа пайдасы. Түймедақ гүлін іш кебу, іш өту, іштің түйіліп ауруында, асқазан жарасында және ас қорытудың бұзылуында көп қолданады. Сонымен қатар, оның тұнбасымен тұмауды, баспаны емдеп жазуға болады және дене қызуын түсіретін де қасиеті бар. Түймедақ жүйке жүйені тыныштандыратын ең таптырмас емдік шөптердің бірі. Сіздермен бірге Шипагер арнасы. Достар, біздің арнаны 75% адам тіркелусіз қарайды екен. Пайдалы ақпаратты көрмес бұрын арнамызға жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздердің болмашы әрекеттеріңіз бізге үлкен қуаныш және шабыт сыйлайды. Видеоны соңына дейін көріңіз. Түймедақтың адам ағзасына тигізер көптеген пайдасы жайлы сіз естімеген ақпараттар айтатын боламыз. Түймедақ басқаша ромашка деп те аталады. Өте пайдалы өсімдіктердің бірі, себебі оның гүлінде адам ағзасына оң әсерін беретін эфир майы бар. Сонымен қатар, өсімдіктің құрамындағы флавоноидтар бактерияларды жойып, аурудың асқынуына қарсы тұруға ықпал етеді және құрамындағы пайдалы майлы қышқылдар зат алмасуды реттеп, тәбетті ашады, ағзаға зиянды токсиндер мен шлактарды бөліп шығарады. Осы секілді гүлдің пайдалы және зиянды тұстарымен танысқыңыз келсе, бізбен бірге болыңыз. Бұл өсімдік бүгінде косметикалық зат ретінде кеңінен қолданысқа ие. Ол бет терісінің қызаруын басып, ондағы бөртпелерді кетіруге және майлы беттерді тазалауға көмектесе алады. Түймедақ гүлдерінің тұнбасымен компресс жасау арқылы көздің шаршауын басып, қызарғанын емдейді. Өсімдіктің шашымызға да тигізер пайдасы көп. Мәселен, шашты тазалап, су сабынмен жуып болғаннан кейін, гүлдің тұнбасымен шашыңызды шаятын болсаңыз, су сабынның құрамындағы зиянды химиялық заттардың залалын ауыздықтап, шашты қатайтып, әрі нәрлендіретін болады. Сонымен қатар, шашқа табиғи жылтырлық сыйлап, жібектей жұмсақ етеді. Әсіресе, майлы және қайызғағы көп шаштарға осы түймедақ тұнбасы көмектесе алады екен. Түймедақтан дайындалатын емдік шөптер. Тыныштандыратын шай. Бұл шайды дайындау үшін түймедақ гүлдерінің бір шай қасығын бір стакан қайнаған сумен араластыру қажет. 1 сағат тұндырып қойып, ұйқы қашқанда немесе қатты шаршағанда бір шай қасық бал қосып, төсекке жатар алдында қабылдаса, түнгі ұйқыңыз тыныш, ал таңертең сергіп оянатын боласыз. Жел айдайтын шай. Мұндай шайды ішу ең алдымен түймедақ гүлдерінің 6 бөлігімен шүйгін шөп, валериана, тамырының 4 бөлігін және зиреннің 1 бөлігін алып жақсылап араластырасыз. Одан соң осы шөптердің қосындысынан 1 ас қасық алып, үстінен 1 стакан қайнаған су құйып, 20 минут тұндырып қою керек. Дайын шайды таңертең және кешке жарты стаканнан ішіп отыру қажет. Қызыл иек қабынуына арналған тұнба. Мұндай дертке шайқурай, дала қырық буыны, түймедақ гүлі мен қырмызы шөптерінің 1 шай қасықтан алып, үстінен жарты литр су құю керек. Содан соң 30 минут тұндырып, қызыл иек қабынғанда күніне 5-6 рет осы тұнбамен шаю қажет болады. Баспаға, ангинаға қарсы шай. Түймедақ гүлінің 3 бөлігі және жөке ағашының липа 2 бөлігінен 20 грамм алып, оны 1 стакан қайнаған суға демдейсіз. Содан соң 20 минут тұндырып, дайын тұнбамен тамақты күніне бірнеше рет шаю керек. Ал бүйрек ауырғанда түймедақтан дайындалған тұнбаны жылы күйінде күніне 3-4 рет жарты стаканнан қабылдауға болады. Сонымен қатар, іш түйіліп ауырғанда тамаққа дейін 1 ас қасықтан дәл осындай тұнбаны ішу керек болады. Ескерту. Басқа өсімдіктер секілді, түймедақтың да пайдасымен қатар залал келтіретін тұстары бар. Мәселен, түймедақтан дайындалған шайды немесе тұнбаны аяғы ауыр әйелдердің ішеуіне мүлдем болмайды. Себебі, болашақ ананың ішіндегі нәрестесіне бұл кері әсер етіп, түсік тастап қою қаупі бар. Сондықтан да бұл өсімдікті жүкті әйелдердің барынша тұтынбағаны абзал болады. Дегенмен, түймедақпен тұмау кезінде, тамақ ауруларында ингаляция жасау арқылы айығуға болады және тамақты шаюға да мүмкіндік бар.
тек жүкті әйелдер түймедақты ішке қабылдамаса болғаны. Достар, видеомыз пайдалы болған болса, жақындарыңыз бен достарыңызға жіберулеріңізге болады және арнамызға тіркеліп лайк баса кетіңіз. Қазақ тілді арнаның дамуына үлес қосыңыздар. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Сау болыңыз.